Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мен Қадырбек Айнара, Госпенстанция жалпы орта білім беру мектебінің 7-ші сынып оқушысы. Бүгінгі күн өзімнің жаңғырту полисі номинациясы бойынша жоба тақырыбы құрақ көрпе құндылық жобасын ұсынғым келіп тұр. Бұл жобаның зерттеудің мақсаты ұлттық қолөнерімізді жаңғыртып, ұрпақтан ұрпаққа мұра ету, кәсіппен айналысатын жаңа тұлғаларды танытып деп мақсат қойдым алдыма. Алға қойған міндеттерім бабадан жалғасқан асыл өнер қазақтың қолөнер бұйымдарын насихаттау, қазақ халқының мәдениеті мен байлығын, құндылығын таныту, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру. Шығармашылық жұмысының өзектілігі қазіргі уақытта ұмытылып бара жатқан ұлттық құндылықтарымызды насихаттап, әрбір адамның күнделікті өмірде өздеріне қажеттілігін алады деген ойдамын. Халқымыздың барлық ұлттық құндылығы сияқты қазақтың қолөнер бұйымдарының бірі құрақ көрпе. Тұрмыстық қажеттілікте тұтынатын мүлік әзірлеу бабадан жалғасқан асыл өнер. Қарасаң көзің жауын алатын, тұтынсаң қажеттілігіңді өтейтін бұйымдардың бірі құрақ көрпе. Ол біріншіден өнер, екіншіден тұрмыстық бұйым, үшіншіден ертеректе мата материал қат кезде қолданылған матаның түрі. Және де мектебіміздің биолог пәні мұғалімі Мейрамгүл Асылбекқызының еңбегін ұсынғым келіп тұр. Құрақ құрау туралы түсінік. Ертеден келе жатқан қолөнердің бір түрі құрақ құрау. Құрақ құрау әдісі көшпенді халық арасында осыдан 2500-3000 жыл бұрын дамып тарады. Және де мен Мейрамгүл Асылбекқызынан қысқаша мәлімет алдым. Мата түрлері. Мейрамгүл Асылбекқызы осындай маталармен қамтамасыз етеді. Қамқа, қатипа, торқа, мақпал, парша, қыжым деген маталармен пайдаланады. Және де гүл, аққу, сегіз жапырақ, жұлдызша, ши-құрақ, шашы-құрақ, шатыр-құрақ деген маталар түрлері бар. Көрпе жасау бағыты: бидай шіберетін дайындау, жуылған түтілген жүнді орнақтырып салу, бидай шүберекті аузымен бірге тігу, жасалатын көрпе бидай шүберегімен бірге қабып тігу. Құрақ құрау адамды үнемділікке үйретеді. Кішкентай мата қиындаларынан сәнді заттар жасау қабілеттікке тәрбиелейді. Өз қолымен жасалған бұйым әрқашанда ыстық болады. Жоба ұсынысы: мектебіміздің мұғалімі Мейрамгүл Асылбекқызының жұмысына қыз балаларға арнап үйірме ұйымдастырып ұлттық өнерді үйретсе деп қалаймын. Жоба перспективасы: бабадан қалған қазақтың қолөнер бұйымдары да ұрпақтан мұра және мақтаныш. Сондықтан жаңғырту полисі жобасы аясында шынайы еңбекқор адамның еңбегін келешек ұрпаққа жеткізу, ұлттық құндылықтарды насихаттау арқылы қазақтардың бәсекеге қабілетті ұрпақтарын тәрбиелеу.